Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы мужской аяқ киімді тоқимыз. Өте әдемі шығады. Аяқта өте әдемі тұрады. Мен осындай гелевый табаннан 41 размер алдым. Көрініп тұр деп ойлаймын. Өйткені қара жіптен аспан көк жіптен тоқимын. Сәл көрінбей қалуы мүмкін. Барынша жақсылап түсіндіруге тырысам. Және осындай аспан көк түс және жібек екеуі де қара түстен алдым. Және крючок 1,5 ілмек қайшы алдым. Енді сабағымызды бастаймыз. Бізде мынау белгі тұрған жер дәл ортасы болады. Содан 1, 2, 3, 4, 5 яшыққа кіргіземіз. Осы жерден тоқимыз. Егер 4-тен бастайтын болсақ, 9 яшыққа жетпей қалады. Сол үшін 5 яшықтан бастаймыз. Жұмыс жібімізді шығарып, өшеден ұзын жұмыс жібімізді алып шығамыз. Енді біріншісіне 1, екіншісіне 2 тоқимыз. 1, 2 болды. Енді келесі 3 болады. 1, 2, 3 тоқыдық. Мынада 2, мынада 3. Енді мынада 3 болады, мынада 3, сосын 2 болады. Осылай айналдырып әкеліп, осы жерге аяқтаймыз. Осы жерге алып келдік. Біз біріншісін 1 бастадық. Мына 1 тұр. 1-ден бастадық. Екіншісі 2, 3, 3. Сонда 4-3 болды. 2, 3, 2. Осылай айналдырып келіп, 1, 2, 4, 3-тен айналып келдік. Бізде неде 3 болды. 41 размерге. Ең соңғына 1 бастаған жерге 3 тоқимыз. 1, 2, 3. Және осы жерден аяқтаймыз. Яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді крючоктағы жіптен шығарамыз. Енді осылай шығарып қоямыз. Енді мынаны осы жерден шығарып қойдық. Енді осы жерден мынау ортадан, дәл ортадан, ортадан санамаймыз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мынау яшыққа кіргіземіз. Екеуінің ортасы. Сосын мынау жібімізді іліп, осы жерде тартып, осы жерден шығарамыз. Егер 4-ші яшықтан бастайтын болсақ, ол алға қарай кетіп қалады, 9 яшық болмайды. Осы жерден жайлап, ортасынан шығарамыз. Қазір ойлап шығарайын. Мінекей шықты. Енді осы жерден 1 көтереміз. 1, бұны 1 деп санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
төртеу, сегіз, тоғыз. Мінекей 9-шы яшыққа кіргіздік. Мынау дәл ортадағымыз, мынау центріміз. Осы жерден мына біреуін санамаймыз. Бұны ортасына белгілеп қоймыз. Мына шеті 9 болды. Енді мына шетіне 9 тоқып, осы жерге әкелеміз. Мына жерде бастадық. 9 ортаға шейін болды. Біреу қосылды. Мына жағы 9 тоқып, осы жерге іліп қойдым. Енді мына жаққа апарамыз жібімізді. Бүгінгі сабақта жайлап түсіндіруге тұрсам, еткені өтініш бойынша енді тоқып атқандар бар, солар жайлап түсіндіріңізші дейді. Соған осылай түсіндіріп жатырмын. Енді мынау бастаған жеріміз бар. Мынау 9 бастаған жеріміз. Сол жерге ұяшыққа кіргіземіз. Егер көрінбесе, қара жіп көрінбей жатқан болса, онда жақындатып, нені көрсеңіздер болады, видеоны жақынға қойып, жерден жібімізді шығарып, осылай шығарамыз. Енді тоқылғанның үстінен қайтадан тоқимыз. Жаңа бір қатар тоқыдық, соның үстінен қайтадан тоқимыз. Ұяшыққа кіргізіп, асты жағынан алып, осылай екінші қатарымызды бағанағы бірінші тоқығанымыздың үстінен тоқимыз. Өйткені бірінші аяқтың желінетін жері осы жері, сол жері жақсы болу керек, қатты. Осы жерден әр ұяшыққа осылай тоқып, әр ұяшыққа келесі ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз, және екеуден біреу шығарамыз. Келесі ұяшыққа кіргіземіз, астынан жұмыс жібімізді шығарамыз. Жұмыс жібімізді екеуден шығарамыз. Дәл осылай, мына осылай шықты. Енді осыны осы жерге шейін алып келеміз. Мінекей мына бұрышқа келдік. Осы жерін көрсетейін. Енді мына ілмекте тұр. Менде осы үлкен размерлерде осы жер 19 шығады. Енді осы мына ең соңғы, мынау күрчек тұрған жерге, ұяшықтың астына, мына жерге тоқыдық. Келесіге тоқып, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерден мына ілмектегі жіпті бірге қосамыз. Қостық. Енді осы үшеуінен біреу шығарамыз. Сөйтіп, осы шығарған жібімізге ілмекті қайтадан ілеміз. Үстіп қоямыз. Жұмыс жібімізді жерге ілмекпен іліп қойдық. Енді жібімізді үстіп алып келіп, жерге қойып, осы жерге алып келіп, енді осы жерден мынау екі ұяшықтан басталған, міне жер астымыз. Содан біреу деп санаймыз. Екеу, мынау үшеу, мынау төртеу, мынау бесеу. Бесінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, осы жерден біреу көтереміз. Біреу болды. Екеу, үшеу, мынамен төртеу, мына екеу тоқыған жерімізге біреу тоқимыз. Бесеу, осымен бесеу болды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына бұрыш бар, неға көтерілген, соған алтыншысын тоқимыз. Енді мына бұрышта тұр, біріншісіне қысқа тоқимыз. Біріншісіне қысқа тоқимыз. Енді осылай тұрғанда, мынауынан астына келеді, келесі жанына. Бұған ұзын тоқимыз. Астынан аламыз. Бұл үшінші қатарымыз. Тағы біріншіні ұзыны бірінші қатарға тоқылады, біріншісіне.
мынау қысқасы екінші қатарға тығылады. Енді келесіге қысқа қасы жанына. Енді өшеті түзе түскен кезде мынаған түседі. Келесіге ұзын тоқимыз. Ең астынан үшінші қатарымыздың ұзындары бірінші қатардың астынан аламыз. Мінекей осылай шығады. Келесіге қысқа. Енді мынауынан астына түседі. Келесіге ұзын бірінші қатардың астынан аламыз. Осылай шығады. Келесісі ұзын. Келесісі қысқа. Дәл осылай тоқып осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Мына жерде ұзынмен аяқталды. 22. Мына ұзыннан кейін қысқа тоқимыз. 23. Енді келесі мынау ілмектің астынан аламыз. Бірінші қатардан жұмыс жібіміз шығарамыз. Жаңа ілмектегі жіпті қосып, енді жұмыс жібімізді осы үшеуінен шығарамыз. Шығардық. Енді бұл жерде менде 24 болды. Бұнамен бірге 24 болды. Келесі яшығымыз бүйтіп ашып көрсеңіз, келесі яшығымыз мына тұр. 24. Енді бірге 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осыған ілмегімізді іліп қоямыз. Қара түсті тоқу қиын негізі. Бірақ сонда да түсіндіріп жатырмын. Енді ерлер аяқ киім болғаннан кейін қара түстен, ашық түстен кимейді, қара түстен киеді. Қара түс және сәл серый, сол сияқты түстерден киеді. Енді мынау жұмыс жібімізді осы жерге алып келеміз. Осы жерге қойып, енді осы жерден мына көріп тұрма сіздерге жақыннан көрсеңіздер болады. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші яшыққа кіргіземіз. Осы жерден жұмыс жібімізді шығарамыз. Осы жерден біреу көтереміз. Осы бір қатарды көрсетейін, одан кейін қалғанын осындай, дәл осылай сөйтіп кете бересіздер. 5-5-ден қосып, мына аяқ киімді бүйтіп қойғанда, оң жағында мына бұрышқа біреу тоқылады. Бұл бұрыш 6 болады, мына бұрыш 5 болады. Біреуін тоқыдық. 2, 3, 4, 5. Мына бұрыш 6. Енді осы бұрышта, мынау ең бұрыштағы бірінші яшыққа кіргіземіз. Бұл жерге қысқа тоқимыз. Қысқадан бастаймыз. Келесі ұзын бірінші қатардан бастаймыз. Бірінші қатардың астынан аламыз. Ұзын жанынан қысқа аламыз. Астынан ұзын аламыз. Сонда бізде нет 2 ұзын болды. Енді мынау бірінші тұрған ұзын бар ғой, соның қасына қысқа тоқимыз. Өзі көрініп тұрады, бәрі белгілі болып. Енді мына 2 ұзынның ортасына осындай яшықтар болып, соған ұзын тоқимыз. Енді қасына қысқа тоқимыз. Ұзын тоқимыз. Мына ұзынның қасына қысқа тоқимыз. Дәл осылай, мінекей осылай шықты. Енді жаңағыдай неғынан 6,
ар жағынан бесеу қосып кете берсеңіздер осындай ойлы шығып кете береді. Мына бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Бұл бұрыш неден қысқадан аяқталды ма, ұзын үстіне қысқа тоқылды. Енді осы жерден бірінші ұзыннан бастаймыз. Осы бұрышты ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, дәл осылай. Осы бетін осылай қылыңыздар. Сол кезде барлық қатарда бірдей шығады. Енді мұнау ілмектегі неге ұзын тоқимыз. Іліп, әр осындай ілмекке келгенде ұзын тоқылу керек. Өзіме солай ыңғайлы. Осы ұзыннан ілмектен үшеуінен біреу шығарамыз. Енді бұл шетке бесеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осылай, осы бетін осылай, арғы бетін жаңағы көрсеткендей тоқсаңыздар, дәл осылай кете береді. Қосылып, осы үш қатарда қалай шықты, солай тоқып кете берсеңіздер, әдемі шығады. Дәл сондай немен. Енді біз 8 қатар дәл осылай тоқимыз. Мен не жерге шейін келеді. Дәл мына жағын жаңа көрсеттім, сондай қылып, мына жағын дәл сондай қылып тоқсаңыздар, 8 қатар тоқимыз. 8 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осындай, 8 қатар тоқыдық. Жаңағы мына шетінен 6-ау, мына шетінен 5-еу алып тоқып, үш жерде менде неде 93-ке келдім. 93 қысқа. Мынау ілмектегімен 94 болады. 41-ші размерге. Мынау ілмектегі шіпті аламыз. Шіпке кіргізіп күрчегімізді үшеуден біреу шығарамыз. Енді үш жерде түсінбей жатқандар болса, 41-ші размерге 94 болады. 94. Көрініп тұрған шығар. Мына жер. Мына жерден бастап айналдырып үш жерге шейін 94 болады. Енді арғарай үш жерден алдын тоқимыз. Енді 8 қатар болды. Әр ұяшыққа біреуден тоқимыз. Жаймен біреу, екеу, үшеу, осылай жаймен ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Жұмыс жібімізді күрчектағы 2 жіптен өткіземіз. Дәл осылай осы бетке шейін алып келеміз. Менде мына бетке шейін келдік. Менде не жерде 57 болды. Мына бұрыш, мына бұрыш мінекей. Осы бұрышқа 58. Мынау қысқадан басталады. Ұзын, қысқа, ұзын. Үшеуде мінекей енді. Мына көрініп тұр. Ұзын қасына қысқа тоқимыз. Осылай тоқып, айналдырып, үш жерге шейін алып келеміз. Сосын енді жаңа бізде жаймен тоқығанда мына жерден мына жерге шейін, жаңағы тоқыған жерге шейін 58 болды. Неге жазып қойым? Сіздерде дәптерге жазып тоқсаңыздар, бөлек тоқитын болсаңыздар, үстіп жазып қойыңыздар, сонда шатаспайсыздар. Ләжі болса бірге тоқыған жақсы. Осылай узормен айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Енді біз алдыңғы қатарын тоқимыз. Бірінші қатарын тоқыдық. Енді екінші қатардың узормен тоқимыз.
Мына жерде менде қысқамен аяқталды. Келесі ұзынды оқимыз. Келесі мінекей ұзынды оқимыз. Қысқа, ұзын, қысқа. Осылай ұзын қысқа тоқып, осындай айналдырып, осындайдан 4 қатар тоқимыз. Мінекей бізде 4-ші қатарын тоқыдық. Мына алдында 1, 2, 3, 4. Арты мына жерде арты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар болды. Бұл жерден мына 4-ші қатарымызды аяқтаймыз. Мына шеті де 4, мына шеті де 4 болу керек. Осы теңесетін жеріне келдік. Мына жерде 3-еу, мына жерде 4-еу. Сол мынау ұзынмен аяқтаймыз. Тоқып, енді қысқамен аяқтаймыз. Қысқаны шығарамыз. Мынау күржіктағы жіптен өткіземіз. Бұл жерден жіпіміздің ортасын ашып, бұл жерден осылай бекітеміз. Жіпімізді тартамыз. Осы жерден осынша сәл ұзындау қылып қоямыз. Осылай шықты. Келесі сабағымызды да осындай түсіндіруге тырысам. Осымен бірінші сабағымыз аяқталды.